Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қазақ гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әбсейтова Нұрғайша Әблекбайқызы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Төлен Әбдіктің қонақтар әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Бағалау критерийі шығарма желісін анықтайды, сюжеттің құрамдас бөлшектерін талдайды. Төлен Әбдік 1942 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Жазушының алғашқы шығармалары 1964 жылдан бастап жариялана бастайды. Алғашқы жинағы Көкжиек деген атпен шығады. Одан кейін Парасат майданы, Күзгі жапырақ, Ақиқат атты әңгіме повестері жарық көреді. Өлара, Біз шөп едік атты пьесалары шыға бастайды. Грек аңыздары, Иллада ерлерін қазақ тіліне аударған аудармашы. Жазушының осы еңбектері нәтижесінде Европалық алтын медальдің иегері және Қазақстан Республикалық мемлекеттік сыйлығының иегері атанады. Балалар, жазушы Төлен Әбдік жайында түсінгендеріңді анықтау мақсатында сұрақты шеңбер әдісін ұсынып отырмын. Дұрыс толтырады деген ойдамын. Бұл тапсырма бойынша автор туралы қысқаша түсінік жазасыңдар. Балалар, мына суретке зер салып қараңдаршы. Қазақ халқының қонақжай, дархан, ашық мінезі байқауға болады. Қазақ халқы ежелден ақ қонақжай халық екенін білеміз. Алыстан 6 жасар бала келсе, ауылдағы еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін келіп сәлем береді деген сөздің төркінін майталман жазушымыз Төлен Әбдіктің қонақтар әңгімесінің мазмұнына үңілгенде ғана жақсылап ұққандаймыз. Балалар, қолдарыңа дәптер мен қаламсапты алып, екінші тапсырманы орындауға көңіл қойыңдар. Сендерге қонақтар әңгімесін оқып келу алдын ала тапсырылған. Сондықтан да әңгіме мазмұнын жақсы түсінгендіктеріңді анықтау мақсатында семантикалық карта ұсынып отырмын. Бұл екінші тапсырма бойынша кейіпкерлердің сөзін дұрыс табуларыңыз керек. Әңгіме мазмұнын білетіндіктен бұл тапсырмада сіздерде қиыншылықтар туындамайды деп ойлаймын. Іске сәт. Алдымен 5 кейіпкердің атын жазып алыңдар. Бірінің астына бірін жазып алыңдар. Енді жазып болсаңыздар, мәтіннен үзінді беріліп тұр. Осы үзіндіні толық көшірудің қажеті жоқ. Тек қана кейіпкерлердің жанына реттік санын көрсетіп қойсаңыздар жеткілікті. Кез келген көркем шығарма сан алуан сюжетке құрылады. Енді сюжеттің құрамдас бөлігіне тоқталатын болсақ. Бірінші, оқиғаның басталуы. Оқиғаның басталуында оның кіріспесі іспетті. Мұнда әдеби қаһармандар өзара қарым-қатынасқа, көшпестен бұрынғы хал жағдайы, тіршілігі, қоғамдық ортасы, оқиғалар орны суреттеледі. Осы оқиғаның басталуына байланысты аудиожазбаны назарларыңызға ұсынамын. Төлен Әбдіктің қонақтар әңгімесінің оқиғасы былай басталады. Курорттан қайтып бара жатқан сапарларында жолай соқпақ болған балаларын күтіп, Ерғабыл шал түн ортасы ауғанда жатса да ертеңіне күн шықпай оянады. Ала күйеуім де үндемей жүріп киініп алды. Ерекен сыртқа шықты. Күн шығыс әппақ. Ауа сәл-пәл дымқыл екен. Қолын көлегейлеп маңайына қарады. Көкжиек шынылтыр ашық болатын, бірақ шалға тұманытып көрінді. Бір қолымен белін ұстап, шық басқан көк шөптерді таяғымен анда-санда қағып қойып, шабылған бидайықтың жиегімен келе жатты. Екінші
Сюжеттің байланысуы, адамдар арасындағы әрекеттің басы, тартыстың басталуы, шығарма арқауындағы негізгі оқиғаның әуелге туындау себебі, шығарманың сюжеттік желісіндегі тартысқа тікелей ықпал жасайды, яғни оқиға өрбиді. Осы оқиғаның байланысуына байланысты аудио жазбаны тыңдап көрейік. Ирекен шай үстінде көп сөйлемейтін. Сол әдетімен үнсіз тұқиып, қолдарының білеуленген тамырларын ұстап, ақ селеу сақалын сипап, ойланып отыр. Бас жағында сеулі тұрған ескі домбыраға шұқшиып қарады. Қолына алған жоқ. «Бір құй!» деді тершеген ақшыл білегімен кесесін нұсқап. Шөл қанатын емес, ішім кеуіп кетті. Сапаршандар неге кешікті екен? Кеш емес пе келем дегені? Келетін шығар бүгін. Келесі сюжеттің шиеленісуі. Оқырманды шығармадағы проблеманы түсінуге бағыттайды, яғни оқиға қоюлана түседі. Шығармадан үзінді тыңдайық. Мәшиненің гүрілінен оянды. Шаңқай түс. Іргеге созылған сол қолына күн сәулесі түсіп, қыздырып тұр. «Ойбай, бала келіп қалды!» деп кемпір үйге жүгіріп кірді. «Әй, білебем ғой бүгін келерін!» Заматта гүріл үй сыртына келді. Бір-екі рет үстемелете арылдап өшіп қалды. Мәшинеден улап-шулап түсіп жатыр. Бала даусы, әйел даусы. Келесі оқиғаның шарықтау шегі. Шығарманың ең жоғарғы шиеленіс биігіне жеткен тұсы. Бұл тұста образдарда айрықша танылып, адам мінездері жан-жақты ашылады. 5. Оқиғаның аяқталуы, яғни шешімі. Шығарма сюжетінің шешуші кезеңдерінің бірі. Суреткердің өзі суреттеп отырған өмір шындығына шығарған үкімі, адамдар арасындағы қарама-қарсы тайталастардың, күрделі күрестердің бітуі. Міне балалар, мен сендерге сюжеттің құрамдас бөлігін айтып, мысалдар арқылы түсіндіріп отырмын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты да әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау болатын. Олай болса, сабақ мақсатына жету үшін 3-ші тапсырманы ұсынып отырмын. Балалар, 3-ші тапсырма дәптерге орындалады. Берілгені, төменде берілген суреттерді бір-бірімен байланыстыра отырып, рет-ретімен шығарма сюжетін қысқаша баяндап жазыңдар. Үй тапсырмасына оқулықтағы 167-ші беттегі 13-ші тапсырма ұсынылып отыр. Тапсырманың орындалу шарты, берілген үзіндідегі әңгіменің негізгі түйінін анықтап, асты сызылған сөздердің мағынасын ажырату. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлық орындаған тапсырмаларыңды әлеуметтік желі, WhatsApp немесе электронды почта арқылы маған жіберулеріңіз керек. Сау болыңыздар.